Логин мен парольді енгіземіз. Оқу порталының басты беті. Бұл жерден төлем тарихы туралы толық ақпаратты аласыз. Расписание бөлімінде оқушының сабақ кестесі тұрады. Кестенің сол жақ бөлігі белгі бір пәннің қай уақытта басталатыны туралы көрсетілген. Ал жоғарғы бөлігінде сабақтың қай күндері болатыны көрсетілген. Бұл бөлімде оқушының қатысуындағы белгілі бір пән бойынша толық ақпарат алуға болады. Бұл бөлімде оқушылардың сабақ үлгерімі және ай сайын алынып отыратын айлық тесттердің көрсеткіштерін көруге болады. Бұл бөлімде оқушылар өздеріне берілген үй жұмысын көре алады. Үй жұмысын чат бөліміне кіріп мұғалімнің жеке чатына өтіп, осы тұрған белгіні басу қажет. Кейіннен компьютерден немесе смартфоныңыздан үй жұмысының файлын таңдап жіберу керек. Расписание бөліміне өтеміз. Сілтеменің үстінен басамыз. Разрешить дегенді басамыз. Аты жөнімізді енгізіп сабаққа қосыламыз. Назарларыңызға рахмет.